Келіп тұрған жеріміз Жайлыбайдың мешіті деген жер. Бұл Қазалы ауданына қарасты Кекірелі ауылының батыс жағында 30 километр жер. Біз жаңа неге бардық? Қорымға бардық. Бұл жердің атауы Жайлыбайдың мешіті деп айтылады деген жер атауы. Сол Жайлыбай атамыздың қонысы болған болу керек мінекей. Мына жердің бәрі айнала түсіріп жатырмыз. Осы мешіттің орны болу керек, себебі үлкен екен бұл жер. Мінекей. Ортасында бөлмелер бар. Жайлыбайдың мешіті деп айтылады. Осы мешіт болған болуы мүмкін. Мінекей. Бұл егер мешіт болған болса, мінекей, мына жерден қараймыз. Үлкен жер. Бұл мешіт дегеніміз сол кездегі осы қазақ ортасында халықтың сауатын ашып, діни сауат берген, білім берген, имандылық жолға бағыттайтын діни неге берген. Бұл жерде осы жерде біз өткенде анау Дінқожа мешітін көрдік. Онан кейін осы Жайлыбайдың мешіті деген мешіт. Онан кейін анау қазір Мырзалыға барамыз. Мырзалының мешіті деген мешіт. Неге дейін осыдан 4 Шораханға дейін біраз жерде мешіттер бар. Бұл мешіт салынған жерлер бұл орталық болып есептелген. Осының айналасында малымен бағып жүріп, балдарын осы жерге балдарын оқытуға беріп, молда жалдап дегендей бала оқытып, тілін сындырған, бала оқытқан, тілін сындырған деп жаңағы әріп үйреткенді айтады қазақта. Әліпбиді үйренген дегендей. Мұсылманша білім берген жер. Мына жерде үлкен жер мінекей. Мына бөлмелері бар мінекей. Үлкен бөлме, екінші бөлме. Анау тұрған қорым екі бастан. Қорымның бер жағында екі құдықтың орны бар. Сол құдықтар ма деп ойлады құдығы. Мына қайсы қасқан айналасы енді осы жерлерде қоныстанған болу керек. Мінекей айналаның бәрі.